Асфендияров Санжар Жапарұлы атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті. Алматыда медицина институтын ашу жайлы шешім 1930 жылы 10 маусым күні қабылданды. Бұл қаулы Қазақстанда медициналық институт ашу туралы алғашқы құжат болды. Қазақ денсаулық сақтау халық комиссариатының 30 қараша 1930 жылғы нөмір 260 бұйрығымен медициналық институттың директоры болып 1912 жылы Петербургтегі әскери медициналық академиясын бітіріп келген Санжар Жапарұлы Асфендияров тағайындалды. Қазақ КСР министрлер кеңесінің 11 қаңтар 1989 жылғы нөмір 17 қаулысымен институтқа Санжар Жапарұлы Асфендияров есімі берілді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 5 шілдеде 2001 жылғы нөмір 648 жекелеген мемлекеттік жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы жарлығымен институт Қазақ ұлттық медицина университеті статусына ие болды. Санжар Жапарұлы Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде Қазақстанның белгілі ғалым педагогтары, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының, Ресей медициналық ғылымдар академиясының, Қазақстан Республикасы профилактикалық медицина академиясының, халықаралық академиялардың академиктері, еңбек сіңірген ғылым және білім қайраткерлері, еңбек сіңірген дәрігерлер мен фармацевтар қызмет етеді. Қазақ ұлттық медициналық университетінде алыс және жақын шетелдермен әріптестік келісімшарт орнатқан. Солардың ішінде Нагасаки университеті, Азия Тынық мұхит университеті, Парквей колледж, Перуджи университеті, Оңтүстік Дунай университеті, Қырғыз мемлекеттік медицина академиясы, Богомольц атындағы ұлттық медицина университеті, ұлттық фармация университеті, Сеченов атындағы Мәскеу медициналық академиясы және тағы басқа. Сондай-ақ университет қызметкерлері халықаралық бағдарламалар мен гранттар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарына белсенді түрде қатысады. Қазіргі таңда университет ректоры, медицина ғылымдарының докторы, профессор Нұрғожин Талғат Сейтжанұлы. Білім ордасында 8 факультетте 7 бакалавриат, 25 магистратура, 5 докторантура, 43 резидентура бойынша білім береді. Сонымен қатар 8 оқу корпусы, 8 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 1 кітапхана, 2 коворкинг бар. Университет қабырғасындағы білім алушылар саны 13418. Асфендияров Санжар Жапарұлы атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті Алматы қаласындағы ең ірі жоғары оқу орындарының бірі. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 65 және ең жоғары бал 140. Университетте оқу ақысы орта есеппен жылына 1 188 000 теңгені құрайды. 2020 жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 99,2%, 2021 жылы 82% құрайды. Аталған университет аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінен аккредитация өткен. Асфендияров Санжар Жапарұлы атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Камал Сәрварұлы Ормантаев, дәрігер педиатр, медициналық ғылымдардың докторы, профессор, еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасының ғылым академигі, Қазақстан медицина профилактикалық академиясының академигі және вице-президенті, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Нина Амировна Каюпова, қазақстандық акушер-гинеколог,
қоғам қайраткері, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы медициналық профилактикалық академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, бейбітшілік және рухани келісім президенттік сыйлығының лауреаты. Болатбек Бимендейұлы Баймаханов, белгілі хирург, ғалым, медицина ғылымының докторы, профессор, қоғам қайраткері, Ресей медицина ғылымдары академиясының академигі, дүниежүзілік хирургтар мен гепатологтар қауымдастығының мүшесі, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі. Вячеслав Натанович Локшин, қазақстандық акушер-гинеколог, репродуктолог, ғалым, педагог, қоғам қайраткері. Ақмарал Шәріпбайқызы Әлназарова, қазақстандық жоғары санатты дәрігер, гигиенист, жоғары санатты педиатр, медицина ғылымдарының докторы. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты және тағы басқа азаматтар білім алған. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы. 70 жылдан астам уақыт бойы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы кәсіби музыканттарды даярлау ісін жүзеге асырып келеді. Еуропа мен Ресей консерваторияларымен салыстырғанда бұл мардымсыз жас, әйткенмен мәнді де маңызды оқиғаларға байлығы мен даму қарқыны тұрғысынан оның тарихы тұтас дәуірге тұспа-тұс. Өйткені онда тұңғыш шығармашылық жоғары оқу орнының күллі кәсіби музыкалық білім беру жүйесінің қалыптасуы ғана емес, сонымен бірге елдің әуелі Қазақ Кеңестік Советтік Республикасы одағы, одан кейін егеменді Қазақстанның тарихы да тұнған. 1944 жылғы сәуірдің 30 күні Кеңес Советтік Республикалық одағы халық комиссарлары кеңесі өз жарлығымен Алматыда консерватория ұйымдастыруды міндеттеді. Осы жарлыққа сәйкес 1944 жылғы шілденің 24 күні Қазақ Кеңестік Советтік Республикасы халық комиссарлары кеңесі сол жылғы қазан айының 1-нен бастап музыкалық хореография комбинаты негізінде мемлекеттік өнер институтын ұйымдастыруға қаулы етті. Кейін ол Мәскеу және Ленинград консерваторияларының үлгісімен Алматы консерваториясы болып өзгертілді. 1945 жылы консерваторияға 19 ғасырдағы ғұмыр кешкен асқақ күймен қазақ даласын дүбірлетіп өткен дүлдүл күйші Құрманғазы Сағырбаевтың есімі берілді. Бертінге дейін консерватория елдің бірден-бір музыкалық жоғары оқу орны болып келді. Бұл ретте оның өз жетістіктерін мақтаныш етуі әбден орынды. Республиканың барлық дерлік музыкалық ұжымдары, концерттік ұйымдары мен оқу орындары консерватория түлектерінен жасақталған. Консерватория педагогтары мен студенттері ақш-та, батыс пен шығыс Еуропа елдерінде, Ресейде, Қытайда, Түркияда, Мысырда, Катарда, Иранда, Сингапурда, Таиландта, Жапонияда, Оңтүстік Кореяда және тағы басқа елдерде отандық өнерді бар сын-сымбаты менен паш етуде. Осы өнер ордасында Ахмет Жұбанов, Евгений Брусиловский, Мұқан Төлебаев, Сыдық Мұхамеджанов, Құддус Қожамияров, Ғазиза Жұбанова, Еркеғали Рахмадиев сынды даңқты есімдерден тұратын сазгерлік мектебі қалыптасты. Консерватория педагогтары ұдайы концерт беріп, халыққа кең танылған шығармашылығы Қазақстаннан тыста ілтипат пен сұранысқа ие ірі музыканттар болып табылады. Олардың қатарында майталман пианист Жәния Әубәкірова, атақты хормейстер Анатолий Молодов, әйгілі баритон Ермек Серкебаев, атағы аңызға айналған әнші Бибігүл Төлегенова, алтын керней Юрий Клушкин, дәулескер домбырашы Қаршыға Ахмедияров, халықаралық конкурстардың лауреаты скрипкашы Гаухар Мырзабекова, заманымыздың саңылақ сазгері Еркеғали Рахмадиев және көптеген басқалары бар. Қазақстанның тәуелсіздік пен егемендікке жетуімен консерваторияға Қазақ ұлттық жоғары оқу орны мәртебесі берілді. Осылайша музыкалық білім берудің бәсекеге қабілетті қазақстандық үлгісін жасау міндетінің жаңа сапалық деңгейі белгіленіп, аталмыш жоғары оқу орны мемлекеттің мәдени және саяси басымдықтары қатарына жатқызылды. Қазіргі таңда университет ректоры Жөдебаев Арман Әділханұлы.
Консерваторияда 4 факультет және 9 білім беру бағдарламасы, 13 мамандық бар. Білім ордасында 2 оқу корпусы, 1 кітапхана бар. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Қазақстан Республикасының Атамекен ұлттық палатасы рейтингінде 1-ші орын, аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі бойынша 1-ші орын иемденді. Консерватория қабырғасындағы білім алушылар саны 1173 студент. Білім ордасында 1087 бакалавриат, 78 магистратура, 8 докторантура бойынша білім алушылар бар. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Алматы қаласындағы ең ірі жоғары оқу орындарының бірі. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 65 және ең жоғары бал 139. Консерваторияда оқу ақысы орта есеппен жылына бакалавриатта 711.883 теңге, магистратурада 850.310 теңге, докторантурада 934.000 теңгені құрайды. 2020 жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 90,2%, 2021 жылы 87%-ді құрайды. Аталған консерватория аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінен аккредитация өткен. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Бибігүл Ахмет қызы Төлегенова, қазақ әншісі, КСРО халық әртісі, Ермек Бекмұхамедұлы Серкебаев, кеңестік, қазақ камералық және опера әншісі, актер ұстаз, КСРО халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының және Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, социалистік еңбек ері Әлбек Мұсаұлы Дінішев, қазақ кеңестік камералық және опера әншісі, ұстаз, КСРО халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері, әдебиет және өнер саласындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті, елбасының бейбітшілік және прогресс мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Ақтоты Рахматулла қызы Райымқұлова, қазақтың мемлекет қайраткері, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі, Жәния Яхиевна Әубәкірова, қазақ пианинашысы, музыка пәнінің мұғалімі, профессор, Қазақ ұлттық консерваториясының ұзақ жылдар бұрынғы ректоры, әдебиет және өнер саласындағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Айман Қожабек қызы Мұсахаджаева, кеңестік және қазақ скрипкашысы, музыка мұғалімі, профессор, Қазақ ұлттық өнер университетінің ректоры, Қазақстанның еңбек ері, Қазақ КСР халық әртісі, Өзбекстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Толқын Қалиқызы Забирова, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қазақ эстрада және опера әншісі, Марат Сәметұлы Бисенғалиев, кеңестік және қазақ скрипка виртуозы және дирижер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Бирмингем консерваториясының профессоры, Азия тынық мұхит аймағы оркестрлері Альянсы докторлар қауымдастығының мүшесі және тағы басқа азаматтар білім алған. Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті. Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің, Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті республикалық мемлекеттік кәсіпорны өзінің білім беру қызметін 1958 жылдан бастап жүргізеді. Және де еліміздің экономикасы үшін бакалавриат, магистратура мен PhD докторантураның инженерлік техникалық, ақпараттық технологиялық, экономика басқарушылық, ғылыми жаратылыстану, сәулеттік дизайнерлік мамандықтарының кең спектрі бойынша мамандар дайындығын қамтамасыз етеді. Жоғары оқу орны Кеңес министрлер кеңесінің 1958 жылғы 5 тамыздағы қаулысымен, Өскемен құрылыс және жол институтын құру туралы қаулысымен
1958 жылғы 1 қыркүйектен бастап құрылды. Жоғары оқу орны үкіметтің 1996 жылғы 7 мамырдағы қаулысымен Шығыс Қазақстан техникалық университеті болып қайта құрылды. Жоғары оқу орнының өтінімі бойынша Қазақстан Республикасы үкіметінің 1997 жылғы 3 қарашадағы қаулысымен оған Дәулет Мірқасымұлы Серікбаевтың Өскемен құрылыс жол институтының тұңғыш ректорының есімі берілді. 2012 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны болып қайта өзгертілді. Қазіргі кезде Шығыс Қазақстан техникалық университеті Қазақстанның ең ірі жоғары оқу орындарының бірі. Шығыс Қазақстан облысындағы алдыңғы қатарлы ғылым, білім және мәдениет орталығы. Университет құрамында 9 факультет, 14 кафедра, 82 білім беру бағдарламасы бар. Қазіргі таңда университет ректоры, биология ғылымдарының докторы, профессор Шаймарданов Жасұлан Құдайбергенұлы. Білім ордасында 7 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 3 спорт кешені, 3 коворкинг орталығы, 1 кітапхана бар. Университет қабырғасындағы білім алушылар саны 5106 студент. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 134. Университетте оқу ақысы орта есеппен жылына 500 мың теңгені құрайды. жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 94%. 2021 жылы да біркелкі 94%-ды құрайды. Аталған университет Казси ААРК аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігімен білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінен аккредитация өткен. Дәулет Мірқасымұлы Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті бетке ұстар атақты түлектерінің арасында. Вера Николаевна Сухарукова, Қазақстанның мемлекет және қоғам қайраткері. Пшембаев Мереке Құдайбергенұлы, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі. Сайлаубаев Сейілжан Жиренович, Восток Молоко акционерлік қоғамының бас директоры. Мұратұлы Асқар, Қазавтожол акционерлік қоғамының басқарма төрағасы және тағы басқа азаматтар білім алған. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің миссиясы Солтүстік Қазақстанның білім, ғылым және мәдениет зияткерлік орталығы, әлеуметтік экономикалық даму драйвері болу. Солтүстік Қазақстан университетін Қазақстан Республикасының тарихымен, оның мәдениетімен, білім беруімен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасы алғашқы жоғары оқу орындарының бірі ретінде оның дамуы мен қалыптасу тарихындағы төмендегідей кезеңдерді ерекше атауға болады. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті Қазақстан Республикасының 84 жылдық тарихы бар алғашқы жоғары оқу орындарының бірі. Солтүстік Қазақстан университеті Қазақстан Республикасы Министрліктер кабинетінің 1994 жылғы 2 маусымындағы нөмір 584 жарлығымен өз тарихын 1937 жылдан бастаған. Ушинский атындағы Петропавл педагогикалық институты негізінде құрылған.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік мүлік комитеті төрағасының 2020 жылғы 25 мамырдағы нөмір 315 бұйрығымен Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті коммерциялық емес акционерлік қоғамы болып қайта құрылды. Қазіргі таңда университет ректоры Шуланов Ерлан Нұрлыбекұлы. Білім ордасында 9 факультет, 30 мамандық, 9 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 4 спорт кешені, 1 коворкинг, 1 бассейн, 4 кітапхана бар. Университет қабырғасындағы білім алушылар саны 6938 студент. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті. Жыл сайын түлектерді даярлау сапасын, сыртқы тәуелсіз бағалау жүйесін дамыту, кәсіптік білім беру сапасының кепілдігін қамтамасыз ету саласында, білім беру мекемелерінің қызметін ынталандыру мақсатында өткізілетін білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі жоғары оқу орындарының бас рейтингісіне қатысады. Аталған рейтинг қорытындысы бойынша университет 2020 жылы 11 орынға, 2021 жылға білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз рейтинг агенттігіне сәйкес университет сайты үздік 10 веб-сайттың қатарына кіріп, 4 орынды иеленді. Атамекен Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасының білім беру бағдарламаларының рейтингісіне алғаш рет қатысып, сонымен қатар аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің бағдарламалық рейтингісінің қорытындысы бойынша мамандар даярлау деңгейі мен бағыттарына сәйкес университет жүлделі орындарға ие болды. QS Emerging Europe and Central Asia рейтингісінде университет 2020 жылы 301-350 орындарға табан тіреді. Жоғары оқу орындарының рейтингісінде еуропалық стандарт, ол еуропалық одақ стандарттары бойынша еуропалық ғылыми өнеркәсіптік палатамен қалыптасуда университет 2020 жылы 15-ші позицияларды иеленді. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 136. Университетте оқу ақысы орта есеппен жылына жалпы медицина 700 мың, ал басқа мамандықтар 450 мың теңгені құрайды. Екі 2020 жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 91%, 2021 жылы 84%-ды құрайды. Аталған университет аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігімен АЗИН агенттігінің аккредитация өткен. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Александр Николаевич Винокуров, қазақстандық кәсіби велошабандоз, топтық жарыста 2006 жылғы Vuelta de Испания жеңімпазы және 2012 жылы Олимпиада чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, 2013 жылдан Астана Pro Team велокомандасының бас менеджері. Абдрахманова Райхан Тілекқызы, Отбасы банк, Солтүстік Қазақстан облысы филиалының директоры. Аубакирова Екатерина Сергеевна, Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаментінің маманы сынды тағы басқа азаматтар білім алған. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті Түркістанды түркі дүниесінің ортақ білім шаңырағына айналдырады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы.
Бүгінгі таңда Қазақстан мен Түркия арасындағы үкіметаралық келісім негізінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1991 жылы жарлығымен ашылған Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті. Қазақстандағы ең алғаш ашылған халықаралық жоғары оқу орны. Түркітілдес мемлекеттер арасында халықаралық мәртебеге ие болған түркі әлемі жастарының басын біріктірген бірінші білім және ғылым ордасы. Университет миссиясы. Түркітілдес мемлекеттер мен қауымдастық жастарына бір шаңырақ астында сапалы білім беру және инновациялық оқыту мен ғылыми зерттеулерде көшбасшы болу. Ахмет Яссауи университеті түркі әлеміндегі бірегей университет. Жоғарғы оқу орнында әлемнің 17 елінің жастары мен 30 ұлт пен ұлыс өкілдері арасында мәдениетаралық диалогі мен ұлтаралық толерантты тәрбие жүріп жатыр. Қазіргі жаһандану жағдайында түркітілдес әлемді рухани біріктіруші білім беру орталығы ретінде Ахмет Яссауи университетінің идеологиялық маңызы зор. Білім беру қызметі білім берудің барлық деңгейлері мен 9 саласы бойынша 129 білім беру бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. Педагогикалық ғылымдар, өнер және гуманитарлық ғылымдар, әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат, бизнес, басқару және құқық, жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету. 2020-2021 оқу жылында университетте 71 доктор, 252 ғылым кандидаты, 100 PhD докторы жұмыс істейді. Оның 5% Түркиядан және басқа елдерден келген шетелдік оқытушылар. Оқыту қазақ, түрік, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Ахмет Яссауи университеті түркі әлеміндегі бірегей университет. Университет 1992 жылдан бастап жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру шеңберіндегі медицина мамандарын даярлауды бастады және Full University университеттерінің халықаралық санатына ие. Өзінің жұмыс істеген жылдары жоғары кәсіптік және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы 76 мыңнан астам жас мамандарды, оның ішіндегі жақын және алыс шетелдерден дайындады. Олар бүгінде өз отанының игілігі үшін табысты еңбек етуде. Қазіргі таңда университет ректоры Темірбекова Жанар Амангелдіқызы. Білім ордасында 11 оқу корпусы, 7 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 3 коворкинг, 5 кітапхана бар. Бүгінде университет қабырғасындағы 9776 білім алушы, оның ішінде шетелдік студенттердің жалпы саны 1376 адам. Қазақ-түрік университетінде оқу ақысы жылына орта есеппен медицина мамандығы бойынша 900 мың теңге, стоматология 800 мың теңге, құқықтану 600 мың теңге, сырттай білім алу 350 мың теңге және басқа мамандықтар жылына 480 мың теңгені құрайды. Аталған университет аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінен аккредитация өткен. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Алтай Көлгінов, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі. Рамазан Әлімқұлов, бірыңғай ұлттық тестілеу орталығының директоры. Ибадулла Азамат Амалұлы, Қазақстан ипотекалық компания басқарма төрағасы. Эльвира Азимова, Қазақстан Республикасының әділет министрі орынбасары. Серік Камели, индустрия және жаңа технологиялар министрлігінде департамент директоры. Олжас Құдайбергенов, Қазақстан Республикасы ұлттық банк басшысының кеңесшісі, макроэкономикалық зерттеулер орталығының директоры. Айгүл Сағымбай, Қызылорда облысы әкімінің кеңесшісі және тағы да басқа білімді азаматтар оқыған. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті.
Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті тарихы. 1959 жылдан бастап Гурьев қаласында, қазіргі Атырау, бүкіл одақтық сырттай политехникалық институтының оқу кеңес беру орталығы ашылғаннан басталады. Бұл Қазақстанда жоғары білікті мұнайшыларды дайындаудың бастамасы болды. Қазақстан Республикасы үкіметінің 1998 жылдан 24 наурыздағы қаулысымен Мұнай және газ институты Атырау мемлекеттік университетінің құрамынан шығарылып, дербес мемлекеттік жоғары оқу орны Атырау мұнай және газ институты ретінде анықталды. 2019 жылы Атырау мұнай және газ университетіне даңқты мұнайшы, КСРО құрметті мұнайшысы, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым мен техника қайраткері, Атырау облысының және Ақтау қаласының Жаңаөзеннің құрметті азаматы Сафи Өтебайұлы Өтебаевтың есімі берілді. Қазіргі таңда басқарма төрағасы, ректоры Шакуликова Гүлзада Тәңірбергенқызы. Білім ордасында 5 факультет, 25 білім беру бағдарламасы, 5 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 1 коворкинг, 2 кітапхана бар. Университет қабырғасындағы білім алушылар саны 2752 студент және 250 профессор, оқытушы сабақ береді. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 128. Университетте оқу ақысы орта есеппен жылына 450 мың теңгені құрайды. 2020 жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 73%, 2021 жылы 79%-ды құрайды. Аталған университет білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінен аккредитация өткен. Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Ким Сергей Павлович, Каспий мұнай газ акционерлік қоғамдық басқарма төрағасы. Қайрат Сатыбалды, генерал-майор, заң ғылымдарының кандидаты, Астана медалі, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл медалі, құрмет ордені, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері, Қазақстан Республикасының құрметті мұнайшысы, Қазақстан халықтары ассамблеясының мүшесі. Тасмағамбетов Иманғали Нұрғалиұлы, Қазақстан Республикасының мемлекет және саяси қайраткері, саясат ғылымдарының докторы. 2017-2019 жылдары Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі және тағы басқа азаматтар білім алған. Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті. Білім беру саясаты Қазақстанның алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарының бірі. Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде белсенді түрде іске асырылады. Еліміздегі білім беру саласын дамыту және жаңғырту бойынша прогрессивтік реформалар жоғары оқу орнының материалдық техникалық базасының кеңейтілуіне де, ғылыми зерттеу және оқу әдістемелік әлеуетінің жетілдіруіне де қатысты ірі өзгерістердің платформасы болып табылады. Университетте мұнай газ өнеркәсібі, жол көлігі, машина жасау салалары үшін, сондай-ақ педагогика, құқықтану, экономика, ақпараттық жүйелер, стандарттау, қаржы, геология, экология, жылу энергетика, құрылыс мамандарын дайындау іске асырылады.
Университеттің құрылу кезеңі 1976-1983 жылдар аралығында Маңғыстау өңірінде тұңғыш жоғары оқу орнының негізі қаланып, өнеркәсібі өркендеп келе жатқан облыстың мамандар ұстаханасы ретінде қалыптасты. 1987-2001 жылдары оқу орны бірнеше баспалдақтардан өтіп, өз алдына дербес жоғары оқу орны Шахмардан Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетіне айналды. Еліміздің тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында облыстың рухани өмірінде болған бір жағымды жаңалық Ақтауда өз алдына дербес жоғары оқу орнының ашылуы еді. Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 7 маусымдағы нөмір 472 қаулысымен Владимир Ильич Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының Маңғыстау филиалы Ақтау политехникалық институты болып қайта құрылды. Бұл оқу орнының тарихындағы жаңа беттердің басталуы болатын. Алғаш рет Қазақ политехникалық институтының жалпы техникалық факультеті болып ашылғаннан 17 жылдан кейін өз алдына институт болып құрылуы облыс өміріндегі елеулі оқиға болды. Институттың ұйымдастырылуы мен ашылуында Маңғыстау облыстық әкімшілігі, Ақтау қалалық әкімшілігі, Қазақстан Республикасының білім министрлігі, Қазкатеп корпорациясы, Маңғышлақ мұнай өндірістік бірлестігі, Каспий аймақтық құрылыс басқармасы және қала мен облыстың басқа да жетекші өнеркәсіптері маңызды рөл атқарды. Білім беруді реформалау тұжырымдамасы мен мамандар даярлаудың көп деңгейлі жүйесін жүзеге асыру мақсатында 1996 жылы Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 7 мамырдағы нөмір 573 қаулысымен Ақтау политехникалық институты мен Атырау университетінің Ақтау филиалының базасында Шахмардан Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университеті құрылды. Бұл жаңа құрылым бірте-бірте техникалық, мұнай-газ, құқықтық экономикалық және педагогикалық сала мамандарын дайындайтын жоғары оқу орны болып қалыптасқан көп салалы оқу орнының негізін қалады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2010 жылы маусым айында Маңғыстау облысында жұмыс сапарымен келгенде Каспий мемлекеттік университетінде де болып, университет ұжымымен кездесу жоғары оқу орнының тарихындағы ерекше оқиға болды. Қазір жастардың білім алуына барлық жағдай жасалып жатыр. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері біз білім беру саласында көптеген жұмыстар жүргіздік. Соның бірі бүгінгі өздеріңіз оқып жатқан жаңа университет ғимараты. Мұндай барлық жағдай жасалған тамаша ғимаратта білім алған сіздердің Маңғыстаудай өндірісті өлкенің қарқынды дамуына лайықты үлес қосуларыңа тілектеспін деді елбасы студенттер қауымына. Қазіргі таңда университет президенті Ахметов Берік Бақытжанұлы. Білім ордасы Ақтау қаласында орналасқан. Оқу ордасында 6 факультет және 79 білім беру бағдарламасы, 3 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 5 кітапхана, 1 бассейн, 4 коворкинг орталықтары бар. Университет қабырғасындағы білім алушылар саны 7465 адам білім алуда. Оның ішінде бакалавриатта 7059, магистратурада 372, докторантурада 34. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 51 және ең жоғары бал 140. Университетте оқу ақысы орта есеппен жылына бакалавриатта 495 мың теңге, магистратурада бейінді бағыт және ғылыми педагогикалық бағыт бойынша 545 мың теңге, докторантурада 995 мың теңге. (2020 жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 94,9%, 2021 жылы 63%-ды құрайды.
Аталған университет білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі АКУИН, КАЗСИ агенттіктерінің аккредитация өткен. Шахмардан Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті бетке ұстар атақты түлектерінің арасында. Самат Жанат, қоршаған ортаны қорғау ақпараттық талдау орталығының директоры. Гусман Серік Гемиранұлы, Ақтау қаласы әкімінің орынбасары. Тоқбаева Жанна Жұмабаевна, Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқарма басшысының орынбасары. Тулегалиева Ажар Гинаят қызы, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің вице-министрі, тағы да басқа азаматтар оқыған.